Атырауда жаңбыр мен қар суынан үйлер суға кетіп, баспана құлап жатыр. Мирас ықшам ауданы тұрғындары үйлеріне құлып салып, пәтер жалдап кетуге мәжбүр, алайда жауапты мамандар төтенше жағдай жариялауға асықпай отыр. Шенділер кәріз құдығын дұрыс қоймаған тұрғындардың өздері кінәлі дейді. Шыдамы шегіне жеткен ашулы халық облыс әкімі Серік Шәпкеновпен кездесуге әкімдікке жиналды. Сағатта сарылып күткенімен аймақ басшысы орнына орынбасарын жіберіп кездесуге келмей қойды. Мирастықтардың талабымен атқамінерлердің айтқанын тілшіміз тыңдады. Таңертең сағат 10-да мына үйдің несі құлады. Ал кеше гаражымыз құлады. Бүгін мына үйді жинастырып босатып атқанда уже құлап кетті. Соң астына қалып қойға қалып, әрең атып шықты. Тілектес Нығманованың пәтері жарамсыз болып қалды. Үйден заттарын шығарып үлгермеген. Мирас ықшам ауданына қарасты 400-ден астам түтін судың ортасында отыр. Аулада резинка етіксіз жүру мүмкін емес. Мирас ықшам аудандағы кез келген аула көшелердің барлығы осылай судан кілкіп тұр. Қанша сорып жатса да азая түрі жоқ. Қар мен жаңбыр сумен алысқан 10 күн бойы атқамінерлердің бірі де бой көрсетпеген, көмек те келмеді дейді ашынған жұрт. Қазір шарбақта мен мына етіппен азар жүрмін, терезеден кіріп жүрмін айналайындар. Үйдің ішінде жүзіп жүр мына көбі. Мен де жүзуге жақындап келатырмын. Бізге керегі дейтін ең бірінші мәселе төтенше жағдай жариялап, жан-жақтан көмек керек. Апатты жағдайда тұрған үй дейтін өте көп. Біріншіден материалдық ущерб. Екіншіден денсаулық кетіп жатыр. Судың ішінде жүр. Үшіншіден экономикалық. Төртіншіден біздің құқығымыз тапталып жатыр. Ал шенеуніктер жерасты суының көтерілуіне кәріз құдығын дұрыс орнатпаған, тұрғындар кінәлі дейді. Төтенше жағдай осы жерден айтқан бойда жарияланбайды ол. Оны біз барып, қарап, комиссионны тексеріп, қанша үй болып жатыр, қанша апат кетіп жатыр, оның әр жерде нормасы бар ғой. Вот содан кейін барып тек шешім қабылданады ол бойынша. Нұртаевтың айтуынша қазір кәріз жүйесін орнату үшін жобалық сметалық құжат жасақталып жатыр. Сол ғана аймақтағы проблеманы шешеді. Ал әзірге өңірдегі ірі мекемелерден көмекке техника сұрап, суды сорудан басқа шешім жоқ. Базаргүл Нәдірқызы, Нұрбол Мұғалім, Астана Таймс, Атырау.